Тарих тасқа басылған таңба емес, жүректен жүрекке жеткен шежіре. Әулеттің арқауы ардақты аталар, ақ жаулықты аналар, өрісін кеңейткен ұрпақ. Бұл елеусіз бабадан тараған елдіктің бір естелігі. Елеусіз ата өмірдің ащысы мен тұщысын тең көріп, 97 жасқа дейін ғұмыр кешкен, артында тұғырлы ұрпақ қалдырған данагөй ақсақал болған екен. Оның Аманша есімді ұлын 67 жасында көріп, артына өлмес із қалдырды. Сәтипа ана мен Аманша ата сол баба мұрасының алтын арқауы. Аманша ақсақал мен алтын алқалы Пернегүл әжеміз малдың да, баланың да бабын тапқан, дәстүр мен тәрбие діңгегін ұстап келген жандар. Пернегүл әжеміз оң құрсақ көтеріп, ел анасына айналған ардақты ана. 1961 жылдың 22 наурызында жарық дүние есігін ашқан тұңғыш перзенті Адырша жігіт ағасы болып, әке жолын жалғап, елге еңбек етті. Қапыланбек техникумын тәмамдап, Шолаққорғанда еңбек жолын бастаған азамат. 1985 жылы тағдыр оны Нұрсәулемен табыстырды. Нұрсәуле Есенбек Қажының қызы, алтын алқалы ана, білім мен тәрбиеге жастайынан ден қойған, есепші мамандығының иесі. Есенбек Қажы атамыз 30 жыл мектеп басқарған, елге үлгі болған қайраткер десет халқы. Атамыз Кеңестер одағы мен Қазақстан Республикасының халыққа білім беру ісінің үздігі. Құрметті азамат, оқу ағарту ісінің озық қызметкері, облыстық деңгейдегі дербес зейнеткер, халық құрметіне бөленген тұлға. Қажы әжеміз Зебергүл ұлағатты еңбек жолын интернатта тәрбиеші болып бастап, бүгінде ардақты зейнеткер, 10 перзенттің аяулы анасы. Әкеміз бен анамыз бір шаңырақ астында өмірдің ащы тұщысын бірге өткеріп, 40 жылдық ғұмырын ел мен ұрпақ тәрбиесін арнаған асыл жандар екені бәрімізге айқын. 7 қыз, бір ұлды тәрбиелеп, немере сүйіп отырған алтын шаңырақ иелері. Тұңғыштары Ақнұр есепші, 2 ұл, 2 қыздың анасы. Жолдасы Марат белгілі Атасу компаниясының беделді қызметкері. Ұлдай тағдыр сынын қайыспай көтеріп келе жатқан мықты ана. Жолдасы Марғұлан 2021 жылы кенеттен қайтыс болды. Артында қалған ұл қыздары әке сөзін арқау етіп, бұл жұтпай орындап, аманатын еңбек жолымен арқалап келеді. Әсел 3 қыз бір ұлдың анасы. Қазіргі таңда Әсел Алматы қаласында жеке кәсіпкер. Жолдасы Руслан геофизик инженер, экономист. Құндыз есепші, 3 қыз бір ұлдың анасы. Жолдасы Медеу 8 қырлы, бір сырлы жігіт, үлкен жеке кәсіпкер. Сағындық ұлдың тұяғы, жары Айтолқынмен бірге Казатка оқу орнын бітіріп, отау құрып, бейбарысты тәрбиелеп отыр. Аруна шет тілінің маманы.
Малика медицина саласының студенті, болашақ стоматолог. Ал Іңкәр сұлуымыз Дарын мектебінің мақтанышы. Әке-шеше еңбек майданында Казатомпром сынды ірі кәсіпорын саласында 30 жылдай тер төккен адал еңбектің абыройлы иелері. Қазіргі таңда зейнеткерлікке шығып отыр. Міне, биылғы жыл бейбарыс атты немере дүниеге келген жыл. Ұрпақ сабақтастығының алтын арқауы үзілмей, тойы-тойға жалғасып, шаттығы шалқыған жыл. Бұл бір әулеттің ғана емес, тұтас елдің де тарихы. Ардақ тұтқан атана, асыл ұрпақ, мәңгілік мұра.